Бәріне сәлем достар. Сіздермен бірге Альбина. Қазір мен пойыздамын. Әлі жүрген жоқ. Енді жүреді. Алматыға бара жатырмыз бірге. Dostlar, biz қазір Түркістандамыз. Қыздарыңыз Шымкентте. Енді поезда тек қана бір түн өткіземіз, содан кейін таңда түсеміз. Таңертең түсеміз. Шымкент жел, Шымкент салқын. Тогда вот видеозвонок я специально нажала, она же еще видела. Бәріне сәлем, мен Алматыға келдім. Осы жаңа поезден түстім. Енді қарсылап алушыларды күтіп тұрмын. Түнде поезда салқын болды. Кәдімгідей салқын болды. Алматыда кішкене салқын екен. Және соның кесірінен шығар, мына жақ құлағыма салқын тиген сияқты ауырып тұр, солқылдап. Енді үйге барып 5-не дейін емдеп алу керек. Morning in the meadow, the sunshine in my eyes, Қазір қарапайым сөйлегеннің өзінде де қызық. and I hear every Тек echo қана мына жақ құлағымнан дыбыс шығатын сияқты ма? of a million little lies. What a world I found. And I see you, and I see Ем болсын деп you, қоямыз енді. and I see you. Камфорамайымен ысылап, бинтпен, кейін шарфпен, сосын толстовкамен басымды жауып қойдым. Sitting in the stillness, time it flies so fast. Sıvı hamburger sandwich. I try to make it last, and I look around. Ютубта буламын, Сізден барлықтарына. I see
senin жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан. Мені сүйген жүрегімді. Everything feels just like it's supposed to. We'll see the sunrise 10,000 times. Each one brighter because this comes one in a life. I saw you. Бұл жерде 77 метр квадратта 15 миллион теңге I see you. Светтер I see you. Everything feels just like it's supposed to. Biz тамақтануға келдік. Эзду деген торговый центр десе торговый центр екен. Себебі адамдар шұбырып жүреді, сөз жоқ. Өзімнің ішкі сезімдерім туралы әлі де қызық, біртүрлі Эздуда емес сияқты. Қызықсыңдар. That you struggle to say. The moths ran away with the patches you Пам-пам-пам-пам. Қанша жылға созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасың. Бар ғой сенің отбасың үйде. Деген таптай, сен құлағанда тай, болмайды олай. Білмеймін кім қандай, бірақ сенімге әрдайым. Мендік жүректі ай, неге бәріміз, неге бәріміз. Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәріміз, неге бәріміз. Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Remember the boat that you made me, the one from the Saturday time. Таныстығымызға мемнен болдым да, и бәріміз наразы отырайық. Эзду журналистика деп бітіреміз. Давайте, күшті болады, түсінбейтеміз десем. Дайынсыздар ма? Давайте, таныштығымызға Мемнун болдым! Эзду журналистика! And I miss you, dear. And I need you here with me. Suddenly, I'm not the one келіп with отырсыздар, your оның өзі үлкен ерлік, оның өзі үлкен ерлік, оның өзі үлкен батылдық. Сіздер сөзсіз өздеріңіздің қатарластарыңыздан, сыныптастарыңыздан бір жоғары боласыздар. I'm not the one with your love. 370 адам жалпы қатысуға ниеттелген, яғни сіздер осы 370 адамның ішінен іріктеліп келіп отырсыздар. Эздуға бір қол шапалақ. Журналистика бағдарламасы алғашқы топ үштікке кіреді. Сол үшін To say And I miss you, dear. Эздудан шығып марапатты өткізіп марапаттауды. Енді бітіру кешіне киім қарап жүрмін.
киім толып тұр, бірақ кешкі әдемі көйлектер жоқ екен. Немесе менің қалауымдағы көйлектер жоқ. Үйден негізі жақсы настроймен шыққан едім. Онымен такси, машина қатты шайқап тастады. Сондықтан жүрегім қысылып, басым айналып, әрең кеттім. Оның үстіне күндер ұзап кеткен екен. Соларға жетіп алу керек. Неге солай, күшті болып шығасың, бірақ не? Такси, көлік, бәрі сен шайқап тастайды. Папаның машинасынан басқасына вообще шыдай алмай. Шайқамас үшін, бірақ менде амал, сақына бір амал, ол ұйықтау. Ал танымайтын біреудің көлігінде қалай ұйықтайсың? Жүрегім, достар. Lay it all on me. Lay it all on me. When you feel out of place, you're in my arms, but you're a million miles away. It's okay, lay it all on me. When you can't sleep at night, you feel so tired, but you just can't turn off your mind. Lay it all on me. 'Cause even if the sky is falling down, nothing could change. Барлығына шексіз ризамын. Күтті бір барлығы алдын ала жоспарланып қойғандай. Былай қарасақ, бір ай бұрын мен Алматыда өзім қатына бұлай жүремін деп ойлаған жоқпын. Айтудан әлі шаршамаймын. Осының арқасында мен ұбытыға жалпы алда келе жатырған еңбекқандарға күш жинап, шабыт алып, өшіп бара жатырған үмітті қайта жандырдым. Осы сөздерден кейін денем түршігіп, сезім денемді бойлап барады. Рахмет барлығына, бәріне. Рахмет, үлкен рахмет. Мен әлі оралам. Қайтып кетем. Қол жетпес биікте көркем, сен мені жанартаудай өртедің. Ауаның құрғатып бар оттегін, тәніңмен жағатуын от бедің. Көргені жанарыңның кескінің, есінде шығаратын естінің. Тек сені аңсап тағы кеш құрып, керегі болмай қалды жан жағымда ешкімнің. Қыс пен күз, жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Қыс пен күз, жазым менен көктем, қалаймын өзіңменен әр сәтімнің өткенін. Бәріне сәлем, қазір мен үйдемін. Бүгін 12-сі, менің келгеніме 2 күн өтті. Қысқаша қорытынды жасайық. Мен не алдым? Өзімнің бір апталық СДУ-ға барып қайтқанымнан, өзімнің бір апталық СДУ-ға барып қайтқанымнан не алдым және нәтижесі қандай болды. Тіркелу барысында қатысушылардың барлығына осындай блокнотпен қаламсап берді. Қызыл түсті қаламсап. СДУ-дің жекеменшік логотипі бар. Оның барлығын осы екеуін мынандай пакетке салды. Және сонымен қатар хат жазып, сол жерде шоколад алдық.
кіріспесі кішігірім сыйлықтарға және сондай тәттілерге толы болды. Кейін тікелей қорытындыға өтетін болсақ, жалпы 370 адам қатысқан, 50 адам екінші турға өткен, оның 39-ы келе алған кампустың өзіне, және 39 адам сол жерде бағымызды сынап, барлығы 4 бағыт бойынша номинация беріліп, 3 орын берілді. Яғни 30, 50 және 100% грант. Жеңілдіктер. Соның 4 номинацияның ішіндегі мен сап қазір. Барлық қатысушыларға қатысу сертификатын берді. Және ең сауатты жұмыс авторы деген номинацияға іліккен екенмін. Жалпы 4 бағыт бойынша бағалады: сауаттылық, жүйелілік, сыни пайым және дәйек. Және номинациялардың барлығына осындай кітап берді. Медиа менеджер деген Нұржан Жалауқызының кітабы. Сонымен қатар мынандай трекер берген болатын. Фитнес сағат қателеспесем. Бұны әлі телефонға орнатқан жоқпын. Орнату керек. Так. Не осындай? Трекер. Жалпы осы сыйлықтарды алып, сонымен қатар барынша тәжірибе жинақтап қайттық. Өзімізге қажеттінің барлығын алып, мені қолдап, бастамаларының барлығын қолдап жіберген, қаржылай жағынан болсын, моральдық жағынан болсын қолдау көрсеткен ата-анама бір жағынан рахмет, екінші жағынан достарыма рахмет. Былайша ойда жоқта, ойламаған жерден бір апта емес, оның өзінде де жолмен кетті біршама уақыт, 3 күнге Алматыға барып қайтты осылайша. Және сонымен қатар тақырыптан ауытқып кететін болсақ, менің байқауымша бұл видеоларды, негізгі мақсатында видеоларды телефонның жадын толтырмай, бір жағынан өзімнің монтаж қабілеттерін жақсарта отырып, болашақтағы Альбинаға естеліктер жасау болатын. Яғни мен оған музыка да қосқан жоқпын, ондай қатты монтаж барысында тер төкпедім. Бірақ байқағаным, біршама адам шын өмірде влог түсіресің, сенің влогың ұнайды деген пікір қалдырып жатыр екен. Баршаңызға рахмет көп. Бірақ тікелей көрерменге арналмаған соң мен бар күшімді салмайды екен бұл монтаждарға, видеороликті жасау барысында ондай қатты тырыспаймын да. Сондықтан енді басқалар менің еңбегімді бағалап бастағаннан кейін өзгелердің сұранысына анағұрлым іліккеннен кейін менің ойымша бұндай жай ғана влогтармен шектелмей енді басқа сатыға көтерілу керек сияқты. Яғни монтаж жағынан болсын, ол креатив жағынан болсын, жаңағы видеороликтің жалпы жүйесі, сапасы. Жақсы жұмыстар жасап сіздерді және болашақтағы үлкен Альбинаны сапалы видеолармен қуантуға барынша тырысатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет көп. Рахмет. ұбт-ға 13 күні қалды. 25-і түскі сағат 2:30-да тапсырам. Қазір не істедім? Пробный тапсырып қарап отырмын. Шынымды айтайын, қорқыныш қатты. Қорқыныш өте қатты. Сіздің де сезімде жүрген сезімдеріңіз сондай шығар. Алып шыға алмай қалсам ше деген бар. Алматыға барып бір байқағаным, шығармашылық емтихан ұбт-ға қарағанда анағұрлым жеңіл болмақ. ұбт-да тек 2 пән тапсырамыз, бір жағынан оп-оңай көрінуі мүмкін. Оқу сауаттылығы мен тарих. Бұлай қарағанда алып бара жатырған ештеңесі жоқ. Бірақ тарихты оқу керек. Себебі 35-тің 35-ін алып, бірінші мүмкіндіктің өзінде сенімді жүру қазіргі таңда басты мақсат. Сонымен қатар айта кететін жайт, мынандай не алдым, мерч алдым. Енді қорытынды, осымен бітті дегенім. Осымен бітті.